Соны көз алдыңызға келді ғой, бұл үлкен сондай зор, тұлғалы, жырайлы, кең маңдайлы дегенде бұл образ қалыптасқан Ерекеңді айтып кетті. Міне сондай әдеби кейіпкердің, енді біз енді оны әдеби кейіпкер деп есептейміз ғой. Енді оның Көкшетау жағында жаңа айтып отырған ұрпақтардың болуы. Оның енді мына жақта ұрпақтармен екеуі ниеті жаңағы бір-бірімен сонау алыс өңірлерде былай қарасаңыз, соның ғажап нәрсе. Сол енді абайтануға да, мұхтартануға да, соның ішінде әдеби кейіпкер мынау Базаралының әулеті сіздерге де бір үлкен керемет ғанибет нәрсе. Ұрпақтың Базекеңнен кетсе де мына қаншама немере шөберелерінің жалғасып жатқан болса, байланыс, іліктестік, сондай нар тұлғалы, енді әуезовті керемет суреттелу образдар. Енді Құнекеңнің өзі де тәнті болған жігіттің сұлтаны дейтіндей. Міне соған енді біз қуаныштымыз осы дастархан басында мына Алмас бауырымыздың алдында анау машинада келе жатқанда дұрыс әңгіме болды, әңгімеге келе жатқанда. Сол енді соның міне куәгері сияқты мына жай сөз емес, шынында да сіздермен жүздесіп сұхбат құрып шынында да әдеби кейіпкердің реалды нақты тұлғалар екенін адам нелер соның туысқандары ұрпақтары бар екендігіне көзімізді жеткізіп көркемшілдікпен жаңағы өмір шындығының бір ұштасуы деп те білеміз. Осы сіздердің әндеріңізге рахмет, көңілдеріңізге рахмет. Көкшемен семей өңірінің сонда бір киелі қазақтың өмірі, соның рухани мәдени байланысы дами берсін, осындай таза адами человеческий дейміз ғой, тракторлар осындай адами міне Ерекең, жаңағы Алмас бауырым арқылы, мына жақта тарихшы бауырымыз Әбекеңде біраз фактілері бар, отырған Аян бауырымыздың да біраз нелері бар, көкемнен естіген жеңгелері бар. Сол байланыстарымызды ғана берсін деген ой, басымыз ашық, бауырымыз бүтін болсын. Аян жалғасы бе. Сәбит аға да енді Аян бауырым да енді студенттерге айтады ғой, абай жолын талдағанда, Базаралыны айтқанда, оның біраз ұрпағы Семейде тұрады, біраз ұрпағы Көкшетауда тұрады деп айтасыздар ғой енді. Үйінде де болдық ұрпақтарының деп, асын ішіп, құрмет көрдік деп. Студенттер қызық көріп келуі мүмкін ғой. Научный работа жасаймын. Рас, ол да мүмкін ғой.